Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев Түркістан облысына келген іс сапарында жастарға жаңа мүмкіндіктер беруіміз керек. Ол үшін жастарға олардың өмірін жақсартуға мансап бойынша жоғарылауға арналған әлеуметтік лифттер іс жүзінде жұмыс істеу керек деп айтқан болатын. Өңірде 2018 жылдан бері жас мемлекеттік қызметшілер мектебі өз жұмысын жасап келеді. Мектеп өз жұмысын бастағалы бері бүгінге дейін 136 студент сәтті аяқтап, 10-ға жуық тыңдаушы министрлікте облыстық және қалалық аудандық деңгейдегі мемлекеттік органдарда қызмет атқаруда. Бұл мектептің мақсаты білімді жастардың дағдыларын дамыту, мемлекеттік қызметтің ерекшеліктері бойынша кәсіби бағыт-бағдар бере отырып, оларды мемлекеттік қызметке тарту. Бұл бойынша еліміздегі ерекше мәртебеге ие оқу ордасында аталған мектепке іріктеу жүргізу жұмыстары жыл сайын жүргізіледі. Сондай іріктеу кезеңін сәтті аяқтап, жас мемлекеттік қызметшілер мектебінде практикада жүргендердің бірі Шахзод Ибраимов. Ол мемлекеттік қызметте жасауды бала күннен армандағанын айтады. Халықаралық Қазақ-Түрік университетінің 4-ші курс студентімін. Біз жас мемлекеттік қызметшілер мектебіне сынақтар арқылы, эссе жазу арқылы іріктеліп, осы жас мемлекеттік қызметшілер мектебіне қабылдандым. Қазір таңда өндірістік практиканы осы мектепте алып жатырмыз. Осы мектептің бізге көрсетіп отырған жұмыстары бізге өте қызық, бізге ұнайды. Қазір таңда осы практика барысында біз тағы алға қойған мақсаттарымызға жетіп, осы мектеп арқылы жұмысқа орналасып кету мүмкіндік бар. Бізге практика жетекші белгіленген, сол бізде басқармаларға бөлген, әрқайсымызды барып, сол басқармада практика жетекшімізбен бізге берген тапсырмаларды орындап. Қазір таңда мен шығыс кіріс құжаттарын тіркеп отырмын. Басқармаға келіп түскен. Мемлекеттік қызметте өзін көріп отырмын. Осы бала кездегі арман мемлекеттік қызметке кіру. Бізге осы жас мемлекеттік қызметшілер мектебі күз айында басталған. Іс-шаралар болды, оған барып қатыстық, жиналыстар болды. Ол бізге үлкен мотивация берді және қызығушылықты тағы да арттырды біз. Осы мемлекеттік қызметке. Мектепке қабылданған тыңдаушылар президент жанындағы мемлекеттік басқару академиясының Түркістан облысындағы филиалында жоғары санатты оқытушылармен біліктілігін арттырады. Бұдан басқа мемлекеттік қызметке кіру үшін Қазақстан Республикасының заңнамаларын білу және жеке қасиеттерін бағалау тестілеуіне дайындық жұмыстары жүргізіледі. Сондай-ақ департамент пен оқу ордасының ұйымдастырған түрлі іс-шараларына қатысып, мемлекеттік органдардың жұмысымен танысудағы өтетін ашық есік күндеріне қатысады. Өңірімізде білікті жастарды мемлекеттік тарту мақсатында мынау департамент пен өңірдегі Қазақ-Түрік университеті бар, мынау Қожа Ахмет Яссауи атындағы университет. Міне соның жоғарғы курс студенттерінің тарапынан департамент жанында жас мемлекеттік қызметшілер мектебі құрылған. Міне бұл мектептің жұмысы 2018-ден бері жүріп келе жатыр. Жыл сайын ол жерге жаңағы мектепке 20-дан 25-30-ға жуық түлектер осы мектептің тыңдаушылары қабылданып жатады. Енді бұл жерде оның мектептің құрылу мақсаты мемлекетке қызығушылық танытқан білікті білімді жастарды мемлекеттік қызметтегі ерекшеліктер, мемлекеттік қызметтің жалпы бағыт-бағдар бойынша университет қабырғасын оларды осы мемлекеттік қызметке дайындау. Жалпы бүгінгі таңға дейін 2018 жылдан бері 130-дан астам түлек осы мектептің тыңдаушысы болып табылған. Ал қазіргі уақытта оның ішінде 10 түлек мемлекеттік қызметтің әртүрлі саласында қызмет етуде. Жалпы оның ішінде министрліктерде жұмыс жасайтындар бар, өңірлердегі департаменттерде, аудандық жерлерде жұмыс жасап жатқан мемлекеттік қызметші бүгінгі әріптесіміз болып отыр. Ал биылғы жылға біз осы жобаны іске асыру мақсатында қайта іріктеу осы қыркүйек айында жүргізілді. Онда біз 24 түлекті біз осы тыңдаушылар қатарына қосып отырмыз. Және оларға біз әрбір тыңдаушыны осы департаментте өндірістік тәжірибеден өткіземіз. Әрі қарата президент жанындағы мемлекеттік басқару академиясының Түркістан облыстық филиалында олардың құзыреттеріне қатысты бағыт-бағдар беру жөнінде бір арнайы оқытулардан өткізіп жатамыз. Енді бұл да бір мемлекеттік қызметке жастарды тарту бағытындағы
мынау елімізде жүріп жатқан саясаттарды іске асырудың бірі деп айтуға да болады. Нәтижесінде мектепке қатысқан, ұйымдастырған шараларға белсенді қатысып, мемлекеттік қызметке кіру үшін Қазақстан Республикасы заңнамаларын білу және қасиеттерін бағалау тестілеуінен сәтті өткен тыңдаушылар таланттар пуліне іріктеліп алынады. Таланттар пулі уәкілетті органның аймақтық бөлімшелері жанынан құрылған жас мемлекеттік қызметшілер мектебін сәтті бітірген кандидаттардың тізімі. Таланттар пуліне алынған тыңдаушыларды мемлекеттік қызметке орналастыру үшін департамент тиісті жұмыстарды атқаратын болады. Нұрила Абыспай, Нұрхан Абдумажит, Нұрлан Алтынбеков, Әділет ақпарат.